басыма тиеді деп ойлап қалдың ба? Уақытыңды бос өткізгенше біздің каналға шыққан 4-ші видеомызды тамашалауды ұмытпа. Сонда да сумка басыма тиген сияқты, бірақ бүгінгі видео ол туралы емес. Бұл біздің кезекті 4-ші видео сабағымыз. Бүгінгі видео сабақ түзу теңдеуі және екі нүкте арқылы өтетін түзу теңдеу туралы болмақ. Өте қызықты сабақтардың бірі болайын деп тұр. Сондықтан кеттік. Алгебра сабақтарында білетініміздей, біздің түзу теңдеуі жалпылама y тең kx плюс b теңдеуі арқылы жазылады. Бұл жақтағы k бізде бұрыштық коэффициент және b бос мүше. Бізге екі нүкте берілсе, біз кез келген теңдеуді жаза аламыз. Және де осы екі нүктенің орналасуына байланысты жағдаяттар әртүрлі болады. Мысалы, үш графикке қарайық, және бұл жақта үш графикте де үш жағдаят бөлек екені бізге белгілі көрініп тұр. Бірінші график бойынша x1-ге x-ға, яғни кез келген мән берсек те y b-ді, яғни бір ғана мәнді көрсетіп тұр. Бұл не деген мағына? Бұл түзу теңдеуі y тең b деген мағына. Яғни x-ға қандай мән бер? 2 берсең де b, 3 берсең де b, x 3 берсең де b. Яғни бұл y тең b деген ox сөзіне параллель түзу теңдеуі. Және дәл сол сияқты бізде x-ға арналған y-ға қандай мән берсем де x тек қана бір мәнді көрсететін түзу теңдеуі бар. Ол әрине x тең a. Бұл x тең a болғанда біз көріп тұрғанымыздай ол y өсіне параллель. Және де үшінші жағдаят, бізге ең қызықты жағдаяттардың бірі, бұл кәдімгі түзу теңдеуі, және де x-ға бір мән бергенде y деген басқа мән шығарады, x2-ге басқа мән бергенде y2 деген басқа мән шығарады. Яғни бұл жақта бір түзудің бойында жатқан түзу нүктелеріндегі мәндер әртүрлі. Яғни a x1 ол y1-ге тең, b x2 ол y2-ге тең. x1-де y1-ге, x2-де y2-ге, яғни әртүрлі мән беріп тұр. Бұл жақта, яғни бізде x-ға тәуелді түзу теңдеуі бар деген сөз. Жалпама осы түзу теңдеуін қалай табамыз? Түзу теңдеуі былай жазылады. Негізінде x минус x1, x2 минус x1 тең y минус y1, y2 минус y1. Енді осы теңдеудің дәлелдеу жолына көңіл бөлейік. Бұл теңдеуді дәлелдеу үшін бізге екі нүкте және де жалпылама түзу теңдеуі керек. Екі нүктені пайдаланып, біз қазір k және b белгісіз мәнін табуға арналған бізге формулаларды аламыз. Оны қалай табамыз? Яғни бізде y тең kx плюс b бойынша y1-ді мысалы өнектейік. y1 тең мысалы k көбейтілген x. y1-де ол x1-ге тең, kx плюс x1 қосылған b. Келесі y2 бойынша дәл солай, просто k көбейтілген x2 қосылған b. Бізде k және b мәнін табуға арналған жүйе пайда болды. Енді алгебралық жолмен шешейік. Екінші теңдеуден бірінші теңдеуді алып тастап, y2 минус y1, k көбейтілген x2 қосылған b минус k көбейтілген x1 минус алынған b. Осы жақтан b мен b қысқарады, y2 минус y1 тең k көбейтілген x2 минус x1 деп k-ны сыртқа шығарып жаза аламыз. Осы жақтан біз k-ны y2 минус y1, x2 минус x1 деп өрнектей аламыз. Келесі осы k-ны пайдаланып бірінші теңдеуге қояйық. y1 тең y2 минус y1, x2 минус x1 көбейтілген x1 қосылған b. Және де осы жақтан бізге келесі керек b бос мүшесін өрнектей аламыз. y1 минус y2 минус y1, x2 минус x1 көбейтілген x1. Бізде b және k-ны өрнектей алдық. Енді осы табылған k және b мәндерін y тең kx плюс b-ге қоямыз, яғни жалпылама түзу теңдеуіне y тең. Бізде k-ның орнында қандай? y2 минус y1, x2 минус x1 көбейтілген x. Қосылған y1 минус y2 минус y1, x2 минус x1 көбейтілген x1. Көріп отырғанымыздай x пен x1-дің ортақ көбейткіштері бар. y1-ді y-ге қарай шығарып жібереміз, яғни y минус y1 тең y2 минус y1, x2 минус x1, x минус x1. Яғни x пен x1-ге
ортақ көбейткіш y2 минус y1 x2 минус x1 болып тұр. Енді x-тарды бір жаққа, y-тарды бір жаққа жинап алсақ болады. Сонымен бізде жалпылама түзу теңдеуі дайын. y минус y1-ге бізде y2 минус y1 бөлі болып өтеді. x минус x1, x2 минус x1. Бізде жалпылама түзу теңдеуі сонымен дәлелденді. Жақсырақ түсіну үшін мысалдарға кезек берейік. Ең бірінші мысал А және Б нүктелер арқылы өтетін түзу теңдеуін жазыңдар. Бізде екі нүкте берілген, яғни біз түзу теңдеуін оңайырақ таба аламыз. Формула болса болды. Бізде формула бойынша x минус x1. Бізде x1 ол минус 3-ке тең, минус 3. x2 минус x1. Біздегі x2 ол 2-ден 3. Я? 2-ден 3. Минус x1. Минус 3. Тең, y минус y1. Ол бізде минус 1-ге тең. Және де y2 бізде 2-ге тең, 2 минус y1. Ол минус 1-ге тең. x плюс 3. 2-ден 3 плюс 3. y плюс 1. 3. Осы теңдеуді шешейік. 2x плюс 6 тең 9 тең y плюс 1. 3. 6x плюс 18. 9y плюс 9. 3-ке қысқартуға болады, бірақ y-ті неға өткізіп болайық. Яғни 9y тең 6x плюс 9. 3-ке қысқартып жүрсек, 3y тең 2x плюс 3. Y арқылы өрнектеп, 3-тен 2x плюс 1 деген біз жауапты аламыз. Яғни екі нүкте арқылы оп-оңай түзу теңдеуін тапуға болады деген сөз. Келесі есеп. ABC үшбұрышы төбелерінің координаталары арқылы берілген A, B, C осы үшбұрыштың A төбесіне жүргізілген медианасын теңдеуін жазыңдар дейді. Бізде координата берілген. Біз енді осыны сызайық. Бізде A 4-те 6 деп тұр. 4-те 6, яғни мынау A-ға тең. B минус 4-те 0. С минус 1-де минус 4. Енді осы үш нүктені қосайық. Бізде осындай үшбұрыш пайда болды. Бізге табу керек А төбесіне жүргізілген медианасын теңдеуі. Медиана бізде мысалы А төбесіне жүргізілсе, соған қарама-қарсы қабырғаны ортасынан қақ бөлетін түзу, яғни бізде A, B, C. Енді ортасынан қақ бөліп тұр, яғни біз F-ті B мен C-дің орта нүктесін табу арқылы F-дің координаталарын табамыз, сонымен арқарай түзу теңдеуін табу оңай болады. B мен C, бізде B минус 4-те 0-ге тең, C минус 1-де минус 4-ге тең. Алдыңғы сабақта өткендеріңізде орта нүктесін қалай табамыз? X тең ол x1 плюс x2 бөлу 2, y-де дәл солай y1 плюс y2 бөлу 2. Осы арқылы x тең x1 бізде минус 4, x2 бізде минус 1, және бөлу 2 ол болады минус 2 жарым. Ал y-іміз 0 минус 4 бөлу 2 тең минус 2 деген біз f-тің координаталарын оңай тауып алдық. Так, енді f-тің координатасын қолданып, бізде a 4 пен 6, f минус 2 жарымда минус 2. Енді осы екі координатаны қолданып, біздің формуламыз бойынша түзу теңдеуін табамыз. X минус x1 ол бізде 4-ке тең, x2 ол бізде минус 2 жарым минус 4. x1. Y минус y1 6-ға тең, y2 минус 2-ге тең, минус 6. X минус 4 минус 6 жарым, y минус 6 минус 8. Осыны енді есептейік. 39. Екіге көбейтеміз, чтобы бізде бүтін болу үшін, бірақ оған дейін есептейік. 6 жарым y тең
7 плюс 8х, 2-ге көбейтсек 13y тең 14 плюс 16х тең болады. Y тең 16 бөлінген 13х плюс 14 бөлінген 13. Бізде медиана мен А төбесіне жүргізілген медиананың теңдеуі осылай. Келесі есеп, бірақ бұл сіздер үшін ABCD трапеция төбелерінің координаталары ABCD арқылы берілген, ортасы арқылы өтетін түзудің жалпы теңдеуін жазыңдар. Өте қызықты есептердің бірі. Осыны шығарып, әпсіне тұрған кітапты жүктеп алыңыздар. Осы кітапта мен жоғарыда көрсеткен және де осы ең қызықты есептің жауаптары бар. Осы есепті шығарып, сол есеппен, яғни сол есептің жауабымен тексеріп алсаңыздар болады. Ол кітапта бұдан бөлек өте қызықты есептер мен өте қызықты түсіндірмелер бар. Яғни кітаптың жалпылама берер пайдасы көп. Осымен біздің видеомыз соңына келді. Мен туралы немесе менің өту стиліме қатысты сабақ туралы пікірлеріңіз болса, немесе түсінбей қалған жерлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын. Біз жауап беруге тырысамыз. Біздің жалпы арнамызға жазылып, келесі видеоларды уақытында үзбей көруге тырысыңыздар. Бәріне сәттілік.